Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Whoopie Pie тортын жасап үйренейік. Ең алдымен дәмді май және жақсы шоколадты таңдап алып, импульспен микроволновкада немесе водяной баняда осылай ертіп біріктіріп аламыз. Енді 4 жұмыртқамызды жарып алып миксермен араластырып аламыз. Оған қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қант пен жұмыртқаны араластырғанша шоколад біраз суиды. Енді 2 массаны қосып, төменгі скоростьта 2 массаны біріктіреміз. Құрғақ ингредиенттерді бөлек ыдысқа илеуіштен өткізіп алғаннан кейін біртіндеп қосамыз. Достар, какаоны илеуіштен өткізуді ұмытпаңыздар, себебі онда өте көп ұнтақ болады. Естеріңізде сақтаңыздар. Енді кальцияның көмегімен фольгадан осындай ыдыс жасап аламыз. Бізге биік бортик керек емес. Менде 4-еу шығады. Тестамызды, массамызды 4-ке тең бөліп құйып шығамыз. 4-ке тең бөліп, духовкада 180 градусқа 4-5 минут пісіріп аласыз. Қамырларымыз тез піседі, өте жұмсақ және нәзік болады. Осы кезде фольганы шешіп, бірден кальциямен кесіп алыңыздар, себебі одан кейін қамырлар қатаяды. Бастапқыда қамырды құйған кезде диаметрді біраз үлкендеу алу керек, себебі қазір біз тегістеп кескенде диаметріміз біраз кішірейеді, соны ескеріңіздер. Міне осындай әдемі түзу қамырлар шығады. Бұл торттың классикалық түрінде корнет арқылы насаткамен немесе насаткасыз осындай тамшылар, жапырақтар дейді, шетіне тамшылар жасап шығып, одан кейін ортасына кремді тегістеп, бүкіл 4 коржды жинап шығады да бетіне шоколадты глазур құяды. Ал егер бұл торт тапсырысқа берілген болса, онда кәдімгідей жағып жинап шығасыз. Бұл тортта да мен классикалық крем-чизді пайдаланамын. Ең бастысы бұл тортта өте жақсы шоколад және жақсы жоғары пайызды май. Әрі қарай тортты классикалық түрде жинай бересіз және оформлениясын өз қалауыңыз бойынша жасайсыз. Дайын торт тоңазытқышта 3-4 сағат тұрғаны абзал. Сонда крем коржға жақсылап сіңіп, өте дәмді болады. Бүгінгі видеомыз пайдалы болды деп ойлаймын. Білімдеріңіз берекелі болсын.